Сәлеметсіздер ме? 6 сынып оқушылары бүгінгі видеода дүниежүзі тарихы пәнінен 1-тоқсанның 1-жұбысына талдау жасап түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетейік. Көптеген менің видеоларымды тіркелмеген оқушылар қарайды екен. Сол себепті қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Тіркеліп үнемі қарап жүрулеріңізді сұраймын. Каналда әртүрлі сабақтарда БЖБ тапсырма шығып отырады. Сендерге көмек ретінде. Бізде бөлім Рим империясының құлауы бөлімі бойынша жиынтық бағалау алынатын болады. Оған берілетін уақыт 20 минутты құрайды. Ендеше бірінші тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма: уақыт сызығындағы хронологиялық шеңберді ерте, орта және кейінгі орта ғасыр кезеңдерге бөліп атауларын ретімен жаз дейді. Яғни біз мынау 5 ғасырдан 17 ғасырға дейінгі аралықты 3 кезеңге бөлуіміз керек. Ертегі орта ғасыр, яғни 5 пен 11 ғасырды қамтиды екен. Ал дамыған орта ғасыр 12-15 ғасырларды қамтиды. Ал кейінгі орта ғасыр дегеніміз бұл 16-17 ғасырларды қамтиды екен. Келесі екінші тапсырма: Рим империясының ыдырау себептерін берілген кестеге толтыр дейді. Яғни мына кестеге толтыруымыз керек. Бірінші, саяси себептерге, яғни С варианты жатады, варварлардың шапқыншылығы көбейеді және де Рим империясының әскерлері өз әскери қуатын жоғалтты дейді. Яғни әлеуметтік экономикалық себептерге, құлдар өнеркәсіптің дамуына қарсы болды, құл иеленушілік жүйе елдің дамуын тежеді дейді екен. Келесі, яғни мына 4 вариантты біз 2 бағанаға бөліп жазуымыз керек болатын. Келесі үшінші тапсырма: ақпаратты оқып сұрақтарға жауап жазыңыз дейді. Бірінші, 568 жылы түрік қағанатының елшілігін бастаған соғды көпесі Маниах Иранға қарсы Византия империясымен сауда және әскери келісімге қол қойды. Өйткені бұл дипломатияның негізгі мәні Византияның көмегімен Иранды талқандау арқылы таяу шығысты жаулауға қол жеткізгісі келді. Екінші, жылнамалар жинағында баяндалғандай 10 ғасырда княгиня Ольганың үкіметі Византия императоры мен патриархына барып, оларды Константинопольге шоқындырды. Византия елшісі Киев жеріне келіп, екі ел арасында дипломатиялық қарым-қатынасқа қадам жасады. Яғни енді бізде бірнеше сұрақ бар. А дейді: Византия империясы көршілес мемлекеттермен қандай қарым-қатынаста болды дейді. Византия түрік қағанатымен жақсы қарым-қатынаста болған, ал Иран және таяу шығыспен араздасып жаулап алмақ ойы болған. Келесі Б. Түрік қағанаты мен Византияның арасындағы байланысты сипаттаңыз дейді. Екі ел бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста болған және сауда және әскери келісім жасасқан екен. Келесі Киев Руси мен Византияның арасындағы байланысты сипаттаңыз дейді. Византия елшісі Киев жеріне келіп, екі ел арасындағы дипломатиялық қатынасқа қадам жасады. Яғни біз мына ақпаратты оқып, осы ақпарат бойынша мына сұрақтарға жауап беруіміз керек болатын. Біз осымен бүгінгі БЖБ талдауын аяқтаймыз. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.